Сәлеметсіздерме, әжі 11 тобы. Мен информатика пәнінің оқытушысы Мұратханова Әмина Ерзатқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Windows 7 бағдарламасының стандартты қосымшасы. Windows 7-ның стандартты қосымшасы. Сабақтың мақсаты Windows-тың негізгі нысаналары мен оның басқару жолдары, Windows-тың файлдары мен бумалары мен танысу. Windows 7 дегеніміз алдыңғы сабақта өткендей, ол бізде операциялық жүйе. Windows орнатылғаннан кейін жұмыс компьютер қосылғанда, көріп отырғандарыңыздай бізде жұмыс үстелі пайда болады. Windows 7 стандарттық бағдарламасын іске қосудың жолы. Бірінші, бастау, пуск. Келесі, барлық бағдарламалар, все программы. Одан кейін стандартные бағдарламасын таңдаймыз. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Пуск, все программы. Соның ішінен стандартные дегенді тауып аласыздар. Стандартные, міне көріп тұрғандарыңыздай, осы сіздерде Windows 7-ның стандартты бағдарламасы. WordPad мәтіндік редакторы. WordPad мәтіндік құжаттарды дайындауға мүмкіндік береді. WordPad мәтіндік құжаттарды пернелерде теріп, дискілерде сақтауға, өңдеуге, қарпін өзгертуге, құжат ішінде символдарды іздеу және ауыстыру әдістерін іске асыруға, графиктік суреттерді қосуға, оның беттерінің параметрлерін өзгертуге және қағазға басып шығаруға мүмкіндік береді. Блокнот кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс істеуге арналған редактор. Блокнот мәтінді форматтамай, тек қана оның сөздерінен тұратын файлдарды дайындауды және дискіде сақтайды. Күнтізбе бұл жұмыс жоспарын жоспарлауға, мерзімдік жоспар жасауға, кездесулер мен телефон жоспарын жасауға арналған шағын программа. Калькулятор программасы бүгінгі күндері кеңінен қолданылатын компьютерлік калькулятор болып табылады. Программа екі режимде жұмыс жасайды. Стандартты, ол жадысы бар қарапайым болса, келесі екіншісі ол ғылыми, онда қиында күрделі есептеулер жүргізуге арналған калькулятор режимі болып табылады. Paint сурет салуға бағдарламасы әртүрлі графикалық кескіндерді салуға, редакциялауға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламалардың көмегімен қарапайым суреттерден бастап күрделі графикалық шығармаларға дейін жасауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай WordPad терезесі, ол редакторының батырмалары. Paint редакторы, ол меню, құралдар жиынтығы, түстер палитрасы және сурет салу алаңынан тұрады. Қазір біз WordPad пен Paint пен кеңінен таныссақ. Стандартные WordPad. WordPad көріп тұрғандарыңыздай міне жұмыс жазу алаңы. Мысалы, міне біз жазамыз Қазақстан деп. Бұл сөзді шрифін өзгертуімізге болады. Қарпін, мысалы Times New Roman, оны үлкейтеміз. Мысалы түсін өзгертуімізге болады. Сурет қоюға болады, уақыттарды қоюға болады. Бұл WordPad бізде жұмыс жазуға арналған. Келесі бізде Paint ашамыз. Бұл сурет салуға арналған. Бұнда кез келген суретті сала аласыздар. Міне, мысалы бірінші бұл бізде қарандашпен міне жазуға болады. Бұдан кейін өшіргішпен оның қате кеткен жерлері болса, өшіріп тастай аласыздар. Бұдан кейін бұл құю. Құю дегеніміз мысалы, міне кез келген формада сурет саламыз. Бұның шетін бояуымызға болады, міне түстерін таңдау арқылы. Оның ішін бояу үшін осы құюды аламыз, ішін бояймыз. Әртүрлі формада суреттер салуға болады. Контурын белгілей аласыз, әртүрлі. Одан кейін қалыңдығы өте қалың, одан сәлірек жіңішкелеуді салуға болады.
Paint редакторында 16 құрал сайман бар. Біріншісі, көріп тұрғандарыңыздай, ерікті аймақты белгілеу құралы. Бұл қисық пішінді үзіндіні таңдау қызметін атқарады. Екінші, белгілеу құралы деп аталынады. Суреттің тіктөртбұрышты үзіндісін таңдау қызметін атқарады. Үшінші, өшіргіш. Бұл суреттердің белгілі бір бөліктерін өшіруге арналған. Құю, заливка құралы. Бұл тұйық контурдың ішіне кескін немесе фон түсін бояйды. Түс таңдау құралы. Бұл кескіннің немесе фон түсін суреттің кез келген нүктесінің түсіне өзгертеді. Масштаб құралы. Бұл суреттің жеке үзінділерін үлкейтуге мүмкіндік береді. Қарындаш кез келген сызықты әртүрлі жуандықта сызыққа сызуға арналған. Кист ерікті сызықтарды салуға арналған. Кистінің қажетті түрін таңдап алуға болады. Бүріккіш пульверизатор эффектісіне жетуге мүмкіндік береді. А деп тұрғанымыз жазу. Бұл сурет ішіне мәтін орналастырады. Сызық, түзу сызық салуға арналған. Қисық, тегістелген сызықтарды салуға мүмкіндік береді. Тіктөртбұрыш салуға арналған. Көпбұрыш, ерікті пішінді тұйық көпбұрыштар салады. Эллипс, шеңбер және эллипс салуға арналған. Мына көріп тұрғаныңыз бұрыштарды дөңгеленген тіктөртбұрыш салуға болады. Сызықтың қалыңдығы, кист түрін немесе тіктөртбұрыштың типін тағайындауға болады. Кескіннің түсін таңдау, одан кейін фонның түсін таңдау. Мына көріп тұрғандарыңыз ол бізде калькулятор мен блокнот. Калькулятор кәдімгі біздің математика сабағында қолданып жүрген калькулятордан аумайды. Ал блокнот, бұл блокнотқа керекті заттарды жазып, оны қайдан сақтап қоюға мүмкіндік береді. Күнтізбе. Біздің бір жерге баратын, бір затты ұмытып кетпеу үшін телефон номерларды осында жазып сақтап қоюға болады. Қорытынды. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, Windows жүйесі компьютер құрылғыларын толық пайдаланып, оларды толық басқарып отырады. Windows жұмысты дұрыс аяқталса, ойл файлдар өзін-өзі жойылады. Егер жұмыс дұрыс аяқталмаса, ойл файлдар дискіде сақталып, біраз орында алып тұрады. Нақты Windows 7 бағдарламасының стандартты қосымшаларымен бүгін біз WordPad, Paint, калькулятор, запискалармен таныстық. Келесі, батырмалар сөйлейді. Мұнда кестені толтырып жазу керек. Мына көріп тұрғандарыңыздай, бұл суреттегі нәрсенің анықтамасын шетіне жазып өтесіздер. Үйге тапсырма. Текстік процессорлердің негізгі мүмкіндіктері тақырыбына презентация жасау. Оны білім кезет параграфына жүктеңіз. Бүгінгі берген тапсырма бойынша мұнда керектілердің барлығын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.